Қайырлы күн біздің каналымыздың көрермендері. Бүгін біз ерекше бір тақырып туралы сөз қозғамақшымыз. Қазіргі соңғы уақытта, соңғы кездері айтылып жүрген, естіп жүрген шығарсыздар мүмкін. Бір сала, керемет бір сала туралы сөз қозғамақшымын. Яғни бұл мамандық деп айтсақ болады, керемет бір сала. Бұл остеопатия туралы болмақ. Остеопат маманы деп айтсақ та болады. Мүмкін әлеуметтік желіден естіп жүрген шығарсыз. Жалпы қазақ тілінде әлеуметтік желілерде бұл тақырып туралы мағлұматтар өте жоқтың қасы. Сондықтан біз қазақ тілінде осы мамандық туралы сіздермен ақпараттармен бөліскелі отырмыз. Бүгінгі біздің, егерде сіз бұл сала туралы қызығушылығыңыз болатын болса, үйренгіңіз келетін болса, біздің каналымызға тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта біз осы тақырыпқа қатысты түрлі видеолар түсіріп салатын боламыз. Жалпы өзім бұл саланы бір жылдың көлемінде меңгеріп оқыдым. Әлі де жалғастырып оқу үстіндемін. Енді остеопатия туралы айтатын болсақ, остеопатия деген сөздің мағынасы остео деген сүйек деген мағына береді, грек тілінен аударғанда. Остео сүйек, патия деген орысша болезнь дейді ғой, сырқау, ауру, сырқау дейміз ба, сондай мағына береді қазақ тіліне аударған кезде. Енді остеопатияны айтқан кезде, остеопатияның негізін салушы дәрігер Эндрю Тейлор Стил туралы айтпай кету мүмкін емес. Эндрю Тейлор Стил бұл кісі 1828 жылы дүниеге келген, 1917 жылы дүниеден өткен. 89 жыл өмір сүрген бұл кісі. 1917 жылы дүниеден өткен екен. Бұл кісінің әкесі де дәрігер болады, және де дін қызметкері болған екен. Әкесі. Енді жастайынан Стил дәрігер болуда армандайды, мақсат қылады. Бірақ әкесі дәрігер болғанын қаламайды баласының сол кездегі жақсы мамандықтың бірі инженер болғанын қалайды. Ол кезде инженерлер жақсы ақша табатын сондай бір уақыт екен. Эндрю Тейлор Стил да инженерлік оқу оқиды. Инженер, көпір салушы инженер дейді. Сондай мамандығы болған. Және де бұл кісінің сол салаға қатысты көптеген жаңағыдай пайдасы да тиген. Сондай құрылғылар жасаған, тасты ұнтайтын, сондай бір құрылғыларға түрлі жаңағыдай жабдықтар дайындап, түрлендірген бұл айтқан кезде. Сонымен бірге майды қыздыратын, майды айдайтын түрлі аппараттар жасап, көптеген жақсы пайда да тапқан. Яғни инженер негізгі мамандығы. Кейін бұл кісі дәрігерлік мамандық алады, дәрігер болып оқиды, куәлігін алады. Бұл кісі азаматтық соғысқа қатысқан, сол жылдары елінде азаматтық соғыс болып, сол соғысқа қатысып, дәрігердің көмекшісі болған сол жерде. Кейін дәрігер дүниеден өткеннен кейін бұл дәрігердің орнын басады. Енді бұл кісінің көп 3 баласы дүниеден озады, ауырып. Сол кездегі медицинаның дәрменсіздігін көріп, қатты жаңағыдай несі келеді, ашуы келеді. Сол кездегі дәрігерлік медицинаның әлсіздігін көріп, бұл өзі одан әрі адамның құрылысын, адамның ағзаларының физиологиясын зерттейді. Бұл кісінің кейін балаларына үйретеді бұл саланы, және де көптеген қиыншылықтар көреді. Адамдар бұны түсінбейді. Және де бұл кісі елдерді аралап, адамдарды емдеп жазатын болған. Сол кездегі емделмейтін адамдарды жазып, сондай адамдарды емдеумен айналысқан. 1892 жылы Кирксфилд деген жерде, Миссури деген штатта бұл өзінің мектебін ашады. 1874 жылы 22 июньде өзі остеопатияның ең бірінші негізін салған бұл кісі.
1874 жылы негізін салып, кейін 92 жылы, 1892 жылы өзінің мектебін ашады. Басында 28 адам оқыды дейді, бұл тарихшылар айтады жалпы. Кейінгі жылдары 1900 жылдары 700 адамдай шәкірттер болған, және дүниенің түпкір-түпкіріне тарап, біздің күнімізге дейін бұл саланы жеткізді ол кісілер. Енді осы жерде айта кету керек, тағы үлкен ұстаздың бірі Уильям Гарнер Сазерланд. Бұл Эндрю Стилдің шәкірті. Жалпы бұл кісі де журналист болған. Дәрігер емес. Бұл да жастайынан дәрігер болуды қалаған, бірақ бір күні осы мамандық туралы келіп сұхбат алады Стилдан. Сол қатты қызығып, оқуда қалып, сол ашқан оқуында 1895 жылы оқып, бұл оқуды бітіріп шығады. Эндрю Стил тарихта жалпы адамның бас сүйегін зерттеп, бас сүйектің демалатындығын, бас сүйектен жаңадай сұйықтық бөлініп барлық денеге тарайтындығын дәлелдеп, остеопатияда жалпы ритм дейді, краниосакральный ритмді ең алғашқы ашушы, негізін салушы осы Сазерланд болып табылады. Яғни екі остеопатияны айтқан кезде осы екі ұстазын айтпай кету мүмкін емес. Сазерланд Эндрю Стилдің шәкірті болып саналады. Бұл кісілер де өзінің басқа ашқан кездерінде көптеген қиыншылықтар көреді. Өйткені тарихтан қарайтын болсақ, кез келген нәрсе жаңадан басталған кезде, жаңадан ашылған кезде қиыншылығы көп болады. Кез келген саланы қарайтын болсақ, тарихта өзі солай. Өйткені адамдар оны түсінбейді, адамдар мазақ қылады деген сияқты. Бұл кісілер де сондай көптеген қиыншылықтар көреді. Енді Эндрю Тейлор Стил өзі тірі кезінде 4 кітап жазған екен. Соның ішіндегі ең атақтысы, ең жаңадай көп талқыланатын дейміз бе, көп оқылатын кітабы, орысша айтқанда «Исследование и практика в области остеопатии» дейді. Сүйдеген кітабы кең таралған. Остеопатияның зерттеуі мен практикасы деген ғой қазақша айтқанда. Өз заманындағы медицинаның жаза алмаған ауруларын бұл кісі жазған. Мысалға айтатын болсақ, біз алдағы уақытта бұл кітапқа да тағы да тоқталатын боламыз. Бірақ қысқаша айтатын болсақ, қазіргі кезде соқыр ішек дейді ғой, аппендицит, соны қолмен бұл кісі жазған. Қалай емдегені туралы сол кітаптарында тоқталады. Және де эпилепсияны емдеген, сол кездегі медицинаның дәрменсіз әлі келмейтін, емдей алмаған ауруларын бұл кісі істеген, емдеген. Өзінің кітаптарында қалай емдегені туралы бұл кісі тоқталып жазған. Енді жаңа айттық, бұл кісілер сондай көптеген қиыншылықтар көрді. Эндрю Стилдің жалпы емдеуге қатысты, адамды емдегендегі өзінің тұжырымдары, ұстанымдары болған. Қысқаша айтатын болсақ, Эндрю Стил айтады өзінің кітаптарында, адамның денесін бір тұтас деп қарайды. Жалпы остеопатияда адамды бір тұтас деп қарайды. Бір ағзаны өз алдына жеке ағза деп қарамайды. Адамның бір жері ауыратын болса, келесі жеріне міндетті түрде оның әсері береді. Өйткені адамның ағзасы бір-біріне байланысты. Яғни Эндрю Стил соны айтады. Ағзаны тұтас бір-бірімен байланысты деп қарастырады. Және де Эндрю Стил өзі тағы кітаптарында айтады, мына адамның жаратушы солай жаратқан дейді адамды, адамның өзінің ішкі энергиясы, адам өзін аурудан жазалады дейді. Адамның іші сондай бір үлкен бір дәріхана сияқты дейді. Адам өз-өзін сырқаттан жаза алады, және де түрлі бақытқа да жете алады, адам өз-өзімен жұмыс істесе, түрлі жаңадай ауруды да өзі жаза алады деп сондай тұжырымдар айтқан. Енді осы сала туралы қызығушылықтарыңыз болатын болса, үйренгілеріңіз келетін болса, немесе қазақ тілінде мағлұматтар білгілеріңіз келсе, біздің каналымызға тіркеліп қойыңыз.
Және де осыған қатысты сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырып, астына жазып кетсеңіздер болады. Жақсы күндерде жолыққанша. Бүгінгі біз қысқаша тарихына тоқталдық. Остеопатияның шығу тарихына қысқаша ғана тоқталдық. Жақсы күндерде жолыққанша.